Сәлем. Бүгін негізі мен үшін бақыт деген не, сол туралы айтқым келеді. Біріншіден, мен өзімді бүгінгі күнде бақытты сезінемін ба деген сұраққа жауап бергім келеді. Мен өзімді бүгінгі күнде, даже бақыттың өзін плохо, мен бақытсызбын. Мен қазіргі күнде өзімді жақсы сезінемін, бақытты сезінемін, бірақ та әлі барайтын путім бар деген сияқты үшке бөлгім келеді. Қазіргі күнде мен өзімді осының ортасындамын деп ойлаймын. Яғни әлі өмір болғаннан кейін біз до конца бір путіміз болады, біздің до конца бір қалауымыз болады. Біз адам болғаннан кейін біздің бір потребностьтарымыз болады. И это менің ойымша нормально. Енді мен бақытты болу үшін, яғни бұрынғы бақытсыз моменттермен қазіргі осы менің көңілімнен шығады, мен өзімді бақытты сезінемін деген арасында қандай өзгерістер болды, сол туралы айтқым келеді. Біріншіден, мен өзімді бақытты сезінемін, өйткені мен әлі күнге дейін армандаған, жаңағы состояниеда армандаған жерімде тұрмасам да, мен өзімнің қалағандай жалғыз тұрып жатырмын. Өзімнің үйімнің арендасын өзім төлеп жатырмын. Өзімнің қалаған районымда тұрып жатырмын. Бұл мен үшін өте үлкен бақыт. Өйткені бұрын мен туыстарымның үйінде тұратынмын. Яғни ата-анам басқа қаладан болған үшін туыстармен тұратын, қыздармен тұратын. Әрине ондай жерде сен біреудің көңіліне қарайсың, біреудің үйінде болғаннан өзіңді басқаша сезінесің деген сияқты. Қыздармен тұрған кезде басқалардың жаңағы тоже көңіліне қарап өмір сүресің деген сияқты. Ол мен үшін қатты үлкен напряжение болатын. Аллаға шүкір, бүгінгі күнде мен өзімнің қалағандай жерде тұрып жатырмын деп айтсам болады. Әрине мен әлі лучше квартира, өзімнің үйім деген сияқты тағы да әлі армандарым бар. Иншаллах, бұл менің алдыдағы өсетін жерім деп ойлаймын. Бірақ мен өзімді ол жағынан бақытты сезінемін. Екінші, мен өзімнің қалаған жұмысын істеп жатырмын. Яғни, бақыт деген сөздің өзіне, яғни сенің ішіңдегі қалаулар мен сыртта сол екеуі бір-біріне тең келген кез. Мен үшін. Мен бұрын өзімнің қаламаған жұмысымды істейтін. Ішімде өте көп конфликт болатын. Яғни, арманым осындай өзімнің бір психолог болу, адамдарға өмірде жаңағы өз бақытымды тауып, және адамдарға бақытын табуға көмектесу, әйелдермен көбірек жұмыс істеу, именно осындай, даже бізге әлі психология келмеген кездің өзінде, жаңағы Наталья Правдина, жаңағы әртүрлі мотивационный сабақтарды қарайтын. Сол кезде мен сезінетім, я тоже хочу осындайды деген сияқты. И Аллаға шүкір, бүгінгі күнде өзімнің қалаған жұмысымды істеп жатырмын. Бұның ішінде де, например, маған біреуге жұмыс деген ұнамайтын. Біреу менің уақытымды контроль жасағанын, мен саған зарплата төлеп жатырмын, сол үшін менің айтқан жасайсың, сен сағат 6-дан кейін тұра алмайсың, кете алмайсың, потому что кетсең, я уволю тебя деген сияқты сені манипуляция жасайтын, және бұл маған ұнамайтын. Қазіргі күнде, Аллаға шүкір, мен ешкім манипуляция жасамайды, мен өзімнің уақытымды өзім управляю, и для меня это прям кайф. Я кайфую от этого. Сондықтан, бұл да мен үшін өте үлкен. Бұрынғыда мне было плохо, сейчас мне очень хорошо. Одан кейінгі этап, әрине, бұл менің ішкі состоянием. Мен өте тәуелді адам болатын. Мен жігіттерден тәуелді болатын. Например, біреумен таныссам, ол маған ұнап қалса, маған сразу ұнап қалатын. Неважно, ол шынымен көңілімнен шыға ма, шықпай ма, маған ұнап қалатын. Бұл әрине тәуелдіктегі қыздың, ол кезде, тәуелдіктегі қыздың бір психикасы деп айтсам болады. Ничего нормально, осыған күйеуге шығуға болады. Ничего нормально, осы жігітшем вообще жоқ болғаннан гөрі осы жақсы деп. Соның өзі маған хабарласпаса, жоқ болып кетсе, менде қатты переживание, менде неге хабарласпай жатыр, неге ол мені іздемей жатыр деген сияқты өте жаңағы бір ішімде дисбаланс болатын, переживание болатын. Сондықтан
Аллаға шүкір, бүгінгі күнде ондай тәуелділіктен шықтым. Мен уже білемін, қандай жігітпен жүргім келеді, қандай еркекті хочу жанымда. Қателік жіберсем, я себя прощаю, кстати. Бұрын мен өзімнің қателігім үшін өзімді вообще кешіре алмайтын. Всегда, вот сен дұрыс жасамадың, сен үйтпеуің керек еді оған деген сияқты. Қазір күнде я могу өзімді осы қателігімді кешіре алатындай состоянияға жеттім. Қазір күнде, яғни қателік болса, мен өзімді проработка жасай аламын. Одан кейінгі мен өзімді бақытты сезінемін, өйткені тоже осы ішкі состояние, яғни көп үрейленетін, көп болашақты ойлайтынмын, көп жаңағы, білмеймін, бір вечная тревоганың ішінде жүретін, как будто бірдемке болмай қалатын сияқты, менің болашағым бір темный болып көрінетін, өткен өмірім бәрі бір қателіктерден тұрады, ал қазір мен как будто хаостың ішінде жүрмін деген сияқты, бұл маған өте көп үрей алып келетін. Ал қазір мен өзімнің осы үрейімді проработка жасай аламын. Тағы да ішкі состоянияның біреуі, бұл әрине менде өте көп ұят сезім болатын. Мен ұялғаннан барғым келмейтін жерлерге баратын, допустим, біреудің тойына бару керек болса, мен барғым келмейді, бірақ та ұялғаннан баратын. Или там мен жоқ деген сөзді айта алмайтын, потому что бізге не деді, саған жоқ деп айтуға болмайды, саған басқалардың алдында всегда көңілінен шығуың керек, сен басқалардың алдында идеально болып көрінуің керек, и мен жаңағы всегда жарайды, окей деген сияқты өз ойымды айтуға қорқатын. Бірақ та содан кейін артынан всегда жынданатын. Осылай айта алсам ғой, осыны айтсам ғой деген сияқты да. Қазір күнде мен өз ойымды айта аламын, жоқ керек жерде жоқ деп айта аламын. Яғни өзімнің ұят сезімді проработка жасадым. Және менің ұят сезім тағы біреуі, ол менің внешностімде болатын. Мен всегда өзімді бір страшное сезінетін. Представляете? Это вообще так обидно. Сен жассың, сен деген жастық шақтың гүлі болып жайнап тұрған кезде, сен өзіңді іштей страшная женщина, страшная, я уродина деген сияқты оймен өмір сүретін. Қазір я знаю, что я очень красивая. Мен өзімді қазір жақсы көремін. Внешностімді жақсы көремін. Кейбір жерде, может, жасау керек, коррекция жасау керек жерлер болады. Әрине, уақыт келген сайын оның бәрін жаңағы түседі деген сияқты. Бүгінгі заманда әртүрлі өзіңнің внешностіңді дұрыстауға болатын жаңағы косметологтар бар, әртүрлі техникалар бар деген сияқты. Сондықтан, для меня это нормально. Өзімнің внешностімде нормально, косметологқа барып өзгерту де нормально. Главное, ең бірінші іште мен өзімді қабылдай аламын. Яғни мен өзімді бір страшное сезінбеймін. Ол мен үшін өте үлкен бақыт деп айта аламын. Одан кейін мен өзімді всегда толыққанды емеспін деп сезінетін. Яғни, как будто басқалар, анау жақтағы басқалар, они классные, они супер қыздар, карьерада супер, бәрі супер. Мен толыққанды емеспін, сондықтан мен ештеңке жасай алмаймын. Беспомощное и ничтожество. Я ничто деген сөздің өзі, мен ешкім емеспін дегеннен келеді. Мен өзімді ничтожество сезінетін. Мен өзімді, яғни, всегда, как будто я бракованная, как будто маған біреудің көмегі керек өмірде. Онсыз мен ештеңке жасай алмайтын сияқты осындай сезімге болатын. Бірақ бүгінгі күнде я знаю, что менде қолымнан келеді, менде ешкімнен кем емеспін. Ол үшін әрине әрекет етуің керексің, ізденуің керексің, дамытуың керексің өзіңді деген сияқты. Вложение, ресурстарды салу керексің. Но мен ешкімнен кем емеспін. То есть ана жақтағы Айгүл, Жанар, Салтанат менен артық, ал мен болсам какая-то бракованная емеспін деген состоянияға келдім. То есть бүгінгі күнде мен өзімді бақытты санаймын ба десем, мен сіздерге осыны айта аламын. Мен, яғни, бүгінгі күндегі бұрынғы плохо дегеннен, бүгінгі күндегі классно осы состоянияға жету, осы менің осыдан келіп отыр. Сондықтан, әрине, баратын жерім өте көп, алдыда мақсаттарым өте көп, одан да больше өзімді бақытты сезіну үшін тағы да жасауым керектер өте көп. Өзімнің ішкі эмоциялармен жұмыс істеуде, отношениямен жұмыс істеуде, финансово жағынан жұмыс істеуде әлі алдыға жылжуым керек.
бірақ та мен өзімді бүгінгі күнде Аллаға шүкір бақытты сезінемін. Бұл үшін әрине бірінші Алла тағалаға мыңда бір шүкірлер деймін. Одан кейін өзімді іздегеніме, өзіммен жұмыс істегеніме, уақытында психологқа барғаныма, уақытында дұрыс шешім қабылдағаным үшін өзіме әрине үлкен алғыс айтамын. Аллаға осы жолды көрсеткен үшін алғыс айтамын, одан кейін өзіме алғыс айтамын. Не айтқым келеді? Бұл жерде әрине ең бірінші өзіңнің ішкі дүниеңмен, ішкі опораңмен жұмыс істеу, өзіңнің самооценкаңмен жұмыс істеу, өзіңнің құндылығыңды табу, бұл өте маңызды. Кстати, тағы да бақыт туралы айтатыным, мен басқа елдерді көргім келетін. Енді көп елді көрмедім әлі. Бір қолдың саусақтарымен санаулы ғана, но все равно мен уже шетелге шығып бастадым, шетелді көріп бастадым. Бұл да мен үшін өте үлкен бақыт. Алдыда әлі де көргім келетін елдер бар. Сондықтан бұл менің алдыға жылжитын путім. Бірақ өзімді бақыт сезінемін ба? Я, бақыт сезінемін. Бақыт деген тағы да айтамын, мен үшін іштегі қалауларым мен сырттағы бір-біріне сәйкес келгенде. Бұны жасау үшін ең бірінші бізге өмірімізде ешкімнен күтіп отырмау, жертвалық состояниедан шығу, құрбан рөлінен, өзіңе жауапкершілік алу, что сен өзіңнің эмоцияңа, сен өзіңнің финансовый жағдайыңа, сен өзіңнің қалауларыңа, сен жауаптысың. Сенің күйеуің емес, сенің мамаң емес, сенің бастығың емес, сенің айналаңдағы адамдар емес, сен жауаптысың. Сен ол үшін әрекет етуің керек, сен ол үшін жасауың керек бірдеме. Сен даже ішіндегі токсичный отношенияда жүрсең, өзіңмен жұмыс істеуің керек. Токсичный өзің жайлы болатын болса, сен өзіңмен жұмыс істеуің керек. Финансовый жағдайың дұрыс болмай жатса, кредит, қарыз, бірдемкенің ішінде жүрсең, өзіңмен жұмыс істеуің керек. Өзіңнің ойларыңмен, өзіңнің түп санаңменен сонымен жұмыс істеуді үйренуің керек. Егер оны қалай екенін білмейтін болсаң, білетін адаммен жұмыс істеуің керек. Білетін окружениеға түсуің керек. Сол кезде ғана сенің өмірің өзгере бастайды. То есть бақыт деген ол саған просто так басыңа төгіле салған бірдеңке емес. Бізді и так та бақытты болуға болатындай мүмкіндік беріп отыр. Бірақ біз соны өзіміз ала алмаймыз. То есть біздің қолымызға пакет жіберді, біздің өмірге таңдаулар қойды. И біз бақытты жолды таңдау үшін, сол үшін кішкене күш салуымыз керек. А не то, что кішкене, действительно күш салуымыз керек. Каждый күн күш салуымыз керек. Каждый күн дұрыс таңдаулар жасауымыз керек. Сол кезде біз бақытты бола аламыз. Сондықтан бақытты болу үшін просто действительно өзіңмен жұмыс істеу керек. Өз өмірге жауапкершілік алуың керек. Қиын бола ма? Басында қиын болады. Ол үшін әрекет етуің керек па? Өзіңді қамшылап сабалауың керек па? Да. Выдерживать напряжение дейді ғой. Қиыншылыққа қарсы тұра білуің керек па? Я. Ең бірінші неден бастау керек десең, ішкі дүниемізден, өзіміздің бізге беріп қойған сценарийлардан арылуымыз керек. Біздің балалық шақта бізге сен осындай болуың керек, сен үндемеуің керек, сен аузыңды жабуың керек, сен ешкімге жоқ деген сөзді айтпауың керек, басқалардың всегда көңілінен шығуың керек, тек басқалардың айтқанымен жүруің керек, сен ештеңкеге жете алмайсың, сен лайықты емессің, сен красавица емессің, сен өзіңді басқалармен салыстырмай қой, оның жанында сен вообще ешкімсің, сен кімсің соншама, сенің бай әкең жоқ, сенің әкең алқаш, сен ешқашан жетістікке жете алмайсың деген сияқты әртүрлі бізге берілген сценарийлар, установка, убеждениялармен жұмыс істеу керек. Мысалы бүгінгі күндегі, мысалы мен бұрын қатты ашулы болатын, қазіргі күнде мен агрессивныйым деп айтпаймын, но импульсивныйым. Онымен де жұмыс істеуді дұрыс деп көрдім. Қазір онымен өзіммен жұмыс істеп жатырмын. Агрессивная болудың өзі, сіздер өздеріңізді баса бересіздер, каждый жерде өздеріңізді жоқ дейсіздер, каждый жерде өздеріңіздің унижать етесіздер өздеріңізді, каждый жерде басқаны жоғары қоясыздар да өздеріңізді төмендетесіздер, каждый жерде вместо того, чтобы біреуден үйренудің орнына көре алмаушылықтан оны құнсыздандырасыз, өзіңізді иллюзивно жоғары қоясыз, да? Осының барлығы адамға агрессия, пассивная агрессия алып келеді, аутоагрессия алып келеді. Ал аутоагрессия ол сені ауруға алып келеді. Сондықтан не істеуіміз керек? Бұның бәрімен жұмыс істеуіміз керек. Енді қалай жұмыс істеймін десеңіздер, әрине мен сіздерге өзімді ұсынамын. Психолог ретінде өзімнің өз-өзіме терапия деген курсымды ұсынамын. Ол жерде біз полностью өзімізде самооценкамызды дұрыстаймыз,
шкапорамызды қалыптастырамыз. Ол сабақтардан кейін біз өзіміздің сценариімізді құрамыз. Біз біреудің бізге құрып берген сценариймен емес, а өзіміздің сценариймен өмір сүруді үйренеміз. Тәуелдіктен шығамыз. Мен толыққандымын емес, мен толыққанды емеспін деген ойдан арыламыз. Өзімізді полностью қабылдап бастаймыз. Басқаларға жоқ деген сөзді айта алатын боламыз. Өзіміздің границамызды білетін боламыз, қорғай алатын боламыз. Өзіміздің уақытымызды өзімізге бөлшік білетін боламыз. Сондықтан бақыт деген мен үшін осы. Сіздер де өздеріңізді бақытсыз сезініп жүрсеңіздер, тағы да айтамын, бақытты болу үшін өздеріңізбен жұмыс істеулеріңіз керек, өздеріңізді дамытуларыңыз керек. Сондықтан өзіңізді қалай дамытарыңызды білмей жүрсеңіздер, менің өз-өзіме терапия курсына келіңіздер. Қазір астыға номер қалдырып қоям, сол номерға өтесіздер, WhatsApp-қа жазасыздар, мен сіздерге бағасы, сол моментте берілетін скидка жайлы, және сіздерге сол моментте берілетін бонус жайлы айтатын боламын. Тезірек WhatsApp-қа өтіңіздер.